Егер біз өз балаларымыз үлгі ететіндей батыр болғымыз келсе, онда оларға түсінікті тілмен және оларға қызықты болатындай етіп, киелі кітаптық шындықтарға оларды үйретуіміз керек. Осы мақсатқа байланысты көптеген кітаптар, әртүрлі көптеген видеолар және тағы басқалар шығарылғаны белгілі. Біз Доти екеуміз қанша жыл бойы не істегенімізді білесіз бе? Сіздің шығармашылық мүмкіндігіңізді ояту үшін мысал келтіріп кетейін. Бұл құтқарылу мейрамының қарсаңында болатын. Біз 3 кішкентай баламызбен бірге Лагуна Бич, Калифорния деген қалада болатынбыз. Біз әйеліміз екеуміз құтқарылу мейрамы күні таңертең қауымға бармаймыз деп шештік. Сендер шалыс естіген жоқсыңдар. Біз басқаша әрекет еттік. Барлығымыз суға шомылғанда киетін киімдерімізді киеміз деп айттық. Сонымен құтқарылу мейрамы күні таңертең біздің барлығымыз суға шомылғанда киетін киімдерімізді киіп, жеңсіз көйлегімізді киіп, бүкіл отбасымызбен Калифорнияның шуақты жағажайына жолға шықтық. Не істегенімізді білесіз бе? Біз қайта тірілу көрінісін құрдық. Қабір қаздық, қабірдің кіреберісіне кішкентай тас қойдық, оның айналасына күзетшілерді қойдық және тағы басқалар. Егжей-тегжейлі барлығын жасадық. Сонан соң қайта тірілу оқиғасын оқып, оны суреттедік. 20-25 жыл өтсе де біздің балаларымыз осы оқиғаны естеріне алады. Олар бұдан қатты әсер алды. Сонымен қоса біз айқышқа шегелеуді бейнеледік. Алғашында біз таяқшалардың көмегімен Исаның сотталуын және басқаларды көрсеттік. Сонан соң осы таяқшалар ол өз айқышын арқалап өткен жолға шықты. Ал содан кейін төбеге, Мәсіхке және қарақшыларға арналған 3 айқыш орнаттық. Осылайша біз балаларға осы оқиғаны көрсеттік. Осының барлығы жағажайда балалардың сүйікті жерінде орын алды. Ал біз болсақ осындай жерде оларға маңызды киелі кітаптық шындық жайлы тәлім бердік. Сондықтан да мен сіздерге киелі жазбаны тек оқып қана қоймай, шығармашылықпен әрекет етуге шақырам. Алайда киелі кітаптық оқиға бойынша көріністі үйде немесе бүкіл отбасыңызбен оларды іске асыра алатын жерге баруыңызға болады. Осылайша сіздің балаларыңыз киелі кітаптық оқиғалардың шындық екеніне көз жеткізеді, олардың мағынасы жайлы ойлана бастайды. Осындай сабақты олар ешқашан да ұмытпайтын болады. Менің не айтқым келіп отыр? Кез келген мүмкіндікті пайдаланып, өз балаларыңызға киелі кітап шындықтарын үйретіңіз. Алайда бұларды балаларыңыз түсіне алатындай көрнекілікпен көрсетуге және естерінде сақтап қалатындай етіп шығармашылықпен жасаңыз.